Bir ay aynaga qaramawmi, әлде bir ay kameraga түспейmi? Bir ay kameraga түспей? Aynaga qaramawgan. Жүре бересіз. Сіз сенімдісіз. Мен bir ay kameraga түспей жүре бересіз. Телефонда қолданбайсыз. Иә. Енді aynaga qaramay қалай жүресің? Қызық қой. Сабақ кетті. Телефондағы галереядағы барлық фотоны өшіру ме, әлде барлық хабарламаларды жариялау ма? Нені таңдар едіңіз? Хабарлама жариялау. Демек, сіз өзіңізге сенімдісіз. Иә. Ештеме шыққымайды. Мүлдем. Мен ешкім іздемейді дағы. Таңғы сағат 4-те тұру ма, әлде таңғы сағат 6-та ұйықтау ма? Қиын екен десем. Таңғы сағат 6-да ұйықтап шығар. Bir ay telefonsiz жүру ме, әлде bir ay интернетсіз жүру ме? Ответный сұрақ қойсам бола ма? Например, интернетпен телевизор көруге, ноутбук. Жоқ. Онда телефонмен жүрем. Телефон, интернетсіз. Ну, потому что ойлар, там, заметкаға, мен арасында өлең Байланыс керек дейсіз ғой. Өлең шығарам, сот жазып қоям. Сосын таймер деген сияқты нәрселер керек қой. Соған. Және келесі сұрағым, белгісіз елде жалғыз қалу ма, әлде өз елінде интернетсіз қалу ма? Ой, белгісіз ел, Африка бірінге түсіп кетсем, жоқ, лучше Қазақстанда болайын. Африка ма? Жалғыз өзіңіз, иә. Жоқ, это не мое. Галереяңыздағы барлық фотоны өшіру ме? Әлде телефондағы барлық смс хабарламаларды жариялау ма жұртқа? Өшірем, полный өшірсем. Қалайсыздар? Қазір мен өзімнің сумкамның ішінде не бар екен сіздерге тез көрсетіп жүрейін. Мен осындай сумка ұстап жүрмін қазір. Бұның ішінде не жоқ? Мынау енді бір фотостудиямен договор керек болады деген. Мынау енді очки. Бұл от солнца, но от зрения. Кеше менің почкам ауырған болатын, дәрі ішкен болатын. SPF крем. Сосын ақ кроссовкаға жағатын мынандай крем. Сосын телефонымның зарядкасы. Тырнақ егейтін пилочка. Мұнда менің сырғаларым бар. Мұнда тағы сырға болған, білмеймін қайда кетті. Мынау менің спонжигімді салатын қорап. Мынау менің шаш. Кеттім комнатаға. Солай сыр алдық. Жуынамда жүрдім.